Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, құрметті арыстан жұлдыз белгісіне туылған жандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға тамыз айына арналған жорамалды ұсынамын. Тамыз айында сіздерді не күтеді, сол туралы айтатын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Бастаймыз. Бірінші карта. Арыстандардың тамыз айы өте жақсы басталады деуге болады. Себебі бұл уақытта сіздерде белгілі бір істі аяқтау, белгілі бір істі шешумен жүресіздер, яғни жұмыстармен мүлдем қолыңыз босамауы мүмкін. Сіздің ойлаған дүниеңізді жүзеге асыруға мүмкіндік жоқ емес бар, дегенмен де біраз әрекеттерді, біраз жүгірісті қажет етеді. Сосын бұл карта қозғалысты білдіреді, яғни сіздің үнемі қозғалыста болуыңыз немесе бір жерге жол жүруіңізді білдіреді. Жол түсіп тұр, жолға шығу, жол жүру, бір нәрселерді шешу. Сондай-ақ кейбір адамдарда тіпті жұмысы сол жұмыс жаңағы жолмен байланысты болуы мүмкін. Болмаса бір жерге бару керек болады жұмысына байланысты, мысалға командировка деген сияқты, яғни сондай бір дүниелер болуы мүмкін. Сосын сіздің мәселеңіз шешілу үшін бір жерге бару керек, бір адамға бару керек, бір кездесулерді ұйымдастыру керек, немесе қозғалыстың болу керегін білдіреді. Яғни сол қозғалыстан кейін ғана барып сіздің мүмкіндігіңіз кеңейеді, жұмысыңыз жүреді, барлығы болады. Бірақ бұл карта өте жақсы карта және сәттіліктің картасы. Яғни сіздің жолыңыз ашық, мүмкіндіктеріңіз зор, көңіл күйіңіз жақсы болады және әр ісіңіз өзінің нәтижесін береді. Бірақ бұл кезде, бұл алғашқы 10 күндігінде, яғни айдың алғашқы 10 күндігінде сіз не істеуіңіз керек? Сіз барлық мүмкіндікті пайдаланып алуыңыз керек. Жолыңыз ашық болады, ақша жағынан да ондай қиындықтар жоқ. Денсаулық жағдайыңыз да жақсы болады. Тіпті ем алып жатқан болсаңыз, сол еміңіз өзіңізге жақсы нәтижесін беріп, оңынан болады. Яғни әр әрекетіңіз оңынан болады. Енді қараңыз, жалпы айдың алғашқы 10 күндігі сіздер үшін сәтті, дегенмен екінші 10 күндігінде, айдың ортасында сіздердің сәл қолайсыздау уақыт болуы мүмкін. Қолайсыз дегенде бір жаман деп айта алмаймын, себебі кейбір адамдар еңбек демалысқа шығады, кәдімгі өзінің заслуженный демалысына шығады, сөйтіп өз-өзіне демалыс жариялайды. Енді ешқандай бір әрекетте болмау. Бұл жерде демалу, әрекетте болмау, өзін тыныш сезіну, көңіл күйінің көтеріңкі болуы, болмаса жақсы жағдайда өмір сүруді білдіреді, яғни көңіл күйіңіз тыныш. Бір адамдар болады, мазасызданады, бірақ ісі ешқандай жүріп жатқан жоқ. Яғни бір нәрсені асығып тұр, бір нәрсені тез болса екен дейді. Мысалы, біреуді күтіп жатыр, бір хабар күтіп жатыр, немесе ақша күтіп жатыр да, но ол нәрсе болмай жатыр. Яғни болмай жатыр себебі мүмкіндіктер әлі келмеген, уақыт солай болып тұр. Ақшаның кешігуі, ақшаның болмауы, немесе бір хабарды күту, ол хабардың әлі келмеуін білдіреді. Бұл карта жаман деп айта алмаймын, дегенмен де қанша асыққанмен сіз ештеңені өзгерте алмайсыз, сол себепті де асығудың қажеті жоқ. Қайта сіз өз-өзіңізге демалыс жариялап, өзіңізбен өзіңіз уақытпен рахаттанып жүрсеңіз болады, яғни наслаждаться временем, сондай бос уақытыңызбен рахаттану. Енді
Үшінші карта бұл жұмыс, яғни бұл жерде кәдімгідей еңбек әрекетін білдіреді. Сіз үлкен бір еңбекте боласыз және адамдармен байланыс жасау арқылы. Бұл жерде жалғыз өзіңіздің еңбектенуіңіз немесе өзіңіздің арқаңызда бітуді білдірмейді. Бұл арақатынас, яғни қарым-қатынас жасау арқылы сіздің ісіңіздің жүретінін білдіреді. Сіз тырысуыңыз керек, белгілі бір ісіңіздің жүруі басқа адамдармен байланысты. Яғни үш жақты болып, келісім болып, сондай бір әрекеттер бола ма, иә? Болмаса бір адамдарға бір өтініш айтып сонымен серіктес боласыз ба? Жұмыстың басқасында жүру керек болады, адамдармен көп араласу керек болады. Сол кезде сіздің әр ісіңіз нәтижесін беретін болады, иә. Белсенді әрекетте боласыз, барлығы өзіңіздің қолыңызда. Қаншалықты адамдармен көп сөйлесесіз, жақсы араласасыз, соншалықты деңгейде сіздің ісіңізде жүретін болады. Активны боласыз. Жақсы табыстардың келуі, ақша жағынан ондай бір қиындықтар жоқ, қайта ақша түседі осы уақыттарда. Денсаулық жағдайыңыз да жақсы болады. Активны болыңыз және қорықпай, үзілді-кесілді шешімдер қабылдаудан ешқандай қорықпаңыз. Сосын бұл карта бойынша айтатыным тағы да мақсатқа жету мүмкіндігіңіз бар. Ойлаған табысыңызға жету, ойлаған көздеген дүниеңізге қол жеткізу мүмкіндігіңіз бар. Дегенмен де ол біреулердің арқасында жүзеге асады. Яғни біреулердің көмегінің, біреулермен байланыс жасау арқасында, иә, өзге адамдардың тарапынан да сондай белсенділік болу керек. Сол кезде екі жақтан бірдей белсенділік болған кезде не болады? Жақсы әрекеттер болады. Мысалы, отбасында да сондай. Отбасыңызда бір нәрсені көздеп отырсаңыз, әрине екі сіздің жұбыңызда, сізде жақсы келісімде болып әрекет ететін болсаңыздар, немесе бірге табыс тауып жүретін болсаңыздар, онда мысалға қалаған дүниелеріңізді алуға мүмкіндік бар. Үйді ремонттауға, иә, өте жақсы карта. Бұл карта өте қатты еңбектенуді білдіреді, жүгірісті білдіреді, қорғануды білдіреді. Өзіңнің территорияңды қорғау, иә, талпыныс. Мысалға біреулер диплом қорғайды, біреулер жоба қорғайды, біреулер жаңағы енді бір немесе жаңағы таласқа түсу, бір орынға таласқа түсу, қызметке таласқа түсу, біреулер мысалға жаңа грантқа тапсырып қойса, сол гранттың орнына таласқа түсу, иә, ол да әрине өзінікін дәлелдеу, өзінікі үшін күресу, талпыну, әрекеттер жасау, жүгіруді білдіреді. Әрине бұл карта жақсы карта негізі, но сізге ауыртпалық түседі. Белгілі бір деңгейде ауыртпалық түседі. Өзге адамдардың тарапынан сіз қысымды, яғни давлениені байқауыңыз мүмкін, иә. Немесе сіздің өміріңізге араласқысы келетіндер өте көп болады да, сіз сол адамдармен күресіп, яғни өзіңіздің территорияңызды қорғауға тырысасыз, өзіңізге тиесілі нәрсені қорғауға тырысасыз, өзіңіздікін қорғауға тырысасыз. Мысалға, сіздің затыңызға нұқсан келтіруі мүмкін, иә, немесе сіздің жаңағы сіз әңгіме етуі мүмкін, сізді өзінің айтқанымен жүргізгісі келуі мүмкін, сіздің отбасыңызға араласуы мүмкін. Ол кім болса да сол адамдармен күресесіз, яғни сіз өзіңіздікін алып шығасыз. Белсенді жұмыс әрекетінде, яғни белсенді іс әрекетте боласыз, белсенді боласыз, сеніміңіз мықты, характер көрсету керек, қорықпай шешім қабылдау керек және ситуацияны өзгертуге мүмкіндік бар, бірақ еңбектің арқасында, иә, жұмыстың арқасында. Сосын бір орынға таласуыңыз да мүмкін. Босаңсуға болмайды, күресу керек. Егер сәл босаңсып беріліп қоятын болсаңыз, онда сол мүмкіндіктен де айырылып, басқа адамдарды басындырып қоясыз. Яғни олар басынып кетеді. Енді сізде бір емес, екі старший аркан шықты, яғни негізгі аркандардың бірі, екі, иә. Получается, сізде бұл ай қозғалыспен как будто айдың жартысы сізде өте белсенді қозғалыс болатын болса, кері жартысында сіздерде бір жаңағы бір ойлану, тұжырымдау, бір жағына шығу, барлығын сараптау, саралау, өлшеу деген деңгейінде болуыңыз мүмкін, иә. Мысалы, мынау істеп жатқан дұрыс па, мен мына адамға сене алам ба, мен мына адаммен жаңағы отбасы болып кете алам ба,
немесе мен мына жұмысты істей аламын ба деген сияқты ойда жүресіз, иә. Яғни бұл нәрселер сіздің тарапыңыздан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сіздің тарапыңыздан қалай айтсам екен, ойлануды талап етеді. Яғни сіз асығуға да болмайды, өйткені асығып артық қылам деп тыртық қыласыз. Сіз өзге адамдардан да шамалы әрекеттерді күтуіңіз керек. Яғни сізге қарай қадамды күтуіңіз керек, оның қаншалықты деңгейде реакциясын көруіңіз керек, иә. Сосын барып іс әрекеттерге жасау керек. Сосын бұл карта кейде онлайн жұмыс жасауды білдіреді, яғни өзгелерден алшақта жұмыс жасауды білдіреді, өзгелермен онша әрекеттеспеуді білдіреді. Соны айтып тұрғандай, мен сізге айтып тұрғандай, сіз алғашқы онкүндікте өзіңізбен алғашқы онкүндікте мысалға бір белсенді болсаңыз, соңғы онкүндікте өзіңізбен өзіңіз бір ойда қалуыңыз мүмкін, иә. Или болмаса керісінше сондай бір жағдайлар болады. Сосын біреулер тіпті ауруханаға жатып қалуы мүмкін, денсаулық жағдайына байланысты, немесе үйде ем алуы мүмкін. Яғни жоспарларыңыз сәл өзгеруі, күткенде емес, сіз ойлағандай емес, басқаша өзгеріп кетуі мүмкін. Сосын бұл кейде жаңағы отбасыңыздан алшақта саяхат болған, саяхат емес енді, жұмыс барысымен бір жол жүруіңіз мүмкін да, и басқалардан алшақта жүресіз. Сол сәл сіздің көңіл күйіңізді түсіреді, но уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады, барлығы оңнан түзеліп кетеді. Тек сәл шыдасаңыз болғаны. Бұл айда тіпті кейбір адамдар, мысалға мен енді бұл сіздердің карталарыңызға қарап отыратын болсам, сіз пассивный күресте боласыз, яғни пассивный әрекетте боласыз. Бұл пассивный әрекет деген қалай? Мысалы, сіз вроде жұмысыңыз жүріп жатыр, бірақ бір жағынан сіз басқа нәрсені де ойлап жүресіз, иә. Басқа нәрсені жоспарлап жүресіз. Вроде әрекетті жасап жатырсыз, бірақ қатты скоростьта емес, яғни қатты емес, жәймендеп әрекетпен жасап жатырсыз. Ешқандай бір асығыстық танытпай, немесе ойланып, иә, жұмыс жасайсыз, тоқтап демаласыз, ойланасыз. Қайдан жұмыс жасайсыз, тоқтайсыз, демаласыз, иә. Сондай сияқты нәрселер болады. Бірыңғай қозғалыс емес сізде. Қозғалыс, демалыс сияқты болуы да мүмкін. И жоспарлау деңгейінде боласыз. Сосын бір адамдарда мысалы жұмысы оңынан жүріп жатыр, бір адамдарда личный өмірі сәл тоқтап тұруы мүмкін. Мысалға, личный өмірінде, жеке өмірінде сәл қолайсыздықтар туындап жатыр, келіспеушіліктер туындауы мүмкін да, бірақ жұмысы жақсы жүріп жатыр, иә. Сондай карьерасы жақсы жүріп жатыр. Қазіргі заманда ондай көп қой, мысалға, сондай жағдай болуы мүмкін. Жалпы айыңыз негізі жаман емес, өйткені сіздің айыңызда бір нәрсе чуть-чуть жай жүреді, бір істер, бірақ басқа жағынан сіз барлығына үлгеріп жатсыз. Карта жаман емес. Өзіңізге керекті деңгейдегі әрекеттерді жасай аласыз, жасайсыз, мүмкіндігіңіз жоқ емес, бар. Солай. Міне осындай сіздердің жорамалдарыңыз, айларыңыз жақсы болады. Сәл ойлануыңыз мүмкін, біреулерден күмәндануыңыз мүмкін, немесе жалпы мына жұмысты істей берсем бе екен, әлде ауыстырсам ба екен деуіңіз де мүмкін, иә. Кейбір адамдар сондай болады. Біреулер үй сатқысы келуі мүмкін, бірақ ойланып жүр, тек қана әлі әрекетке көшпеген. Сондай да білдіреді. Солай. Мысалы, үйді іздеп жатырсыз, бірақ әлі үйіңізді сатқан жоқсыз деген сияқты, иә. Сондай да болуы мүмкін кейбір адамдарда. Ал жалпы ойлаған нәрсеңіз болады, жаймен деп қадамдарды жасаудасыз. Солай. Міне осындай жорамалдарыңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жеке сұрақтар болса WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.